Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода біздер Google Classroom арқылы онлайн курстарға үй жұмысын дайындайтын боламыз. Алдыңғы видеода біздер Gmail арқылы Google Classroom'ның не екенін, жалпы Google Classroom'мен танысқан болатынбыз. Бұл видеода біздер толығымен ағылшын тілі курстарына кіріп, біздің алғашқы үй жұмысымызды орындайтын боламыз. Ең алдымен кез келген браузерге кіріп, Google Classroom деп жазамыз. Яғни менде алдын ала жазылып тұр. Міне, бірінші шыққан сілтемеге басамыз. Міне, біздер бірінші рет кіргендіктен бізде ешқандай курс жоқ. Алдыңғы видеодағыдай присоединитесь к курсу или создайте новый деген батырмаға басамыз. Плюс батырмасына басамыз яғни. Бұл жерде дайын курс болғандықтан присоединиться. Яғни біздерге арнайы код келеді, яғни сіздерге оны біздер мұғаліміміз арқылы біле аламыз. Яғни не жазылып тұр? Видите код курса, его можно узнать у преподавателя. Яғни мұғалім сіздерге сол кодты береді, сіздер сол код арқылы кіре аласыздар. Мысалға, маған берген код. Мінекей, мен осы код арқылы кіріп жатырмын. Маған мұғалім берген. Міне, ағылшын тілі курстың аты. Мысалға, менің деңгейім элементary болса, мен элементary тобындамын. Яғни, барлық студенттерге осы жерде үй жұмысы берілетін болады. Бұл яғни басты бет, лента. Одан бөлек, задание деген вкладкаде біз толығымен көре аламыз. Яғни, мынау біздің алғашқы үй жұмысымыз. Одан бөлек, бізде бөлек темалар арқылы осындай үй жұмыстар беріледі. Мысалы, все темы деп бассақ, яғни бізде әзірше бір үй жұмысы болғандықтан сіздерге көрсету үшін осы жерде тек қана бір үй жұмысы. Бірақ одан да бөлек элементary тобында, яғни көптеген темаларға байланысты үй жұмыстары берілетін болады сіздерге. Пользователи вкладкасында сіздер басқа студенттерде көре аласыздар, және де өзіңіздің мұғаліміңізді көре аласыздар. Бұл курс тек қана осы видео үшін ашылғандықтан сіздермен таныстыру үшін, сондықтан да, яғни пользователи дегенде тек қана мұғалім. Мысалға, міне, менің алғашқы үй жұмысым. Яғни, міне, алғашқы үй жұмысым, мысалға, present simpleге қатысты 15 мысал жазу. Болымды сөйлемге 5 сөйлем, болымсыз сөйлемге 5 сөйлем, және сұраулы сөйлемге 5 сөйлем. Яғни, қанша балл ала аламын осы үй жұмысын орындау арқылы? 100 балл. Және де қай уақытта оны тапсырып тастау керек. Яғни, срок сдачи. Менің жағдайымда 31 наурызға дейін. Мінеки, мынау мысалға мұғалімнің аты. Және де міне, жалпы осы жерде мұғалім нұсқау ретінде сізге, студентке көмек ретінде бірдеңесе жазып қалдыра алады. Яғни, present simple жағдайында present simple туралы қысқаша анықтама. Ең алдымен бұл тапсырманы орындау үшін present simple не екенін және оның ережесін білу керек. Осы жерде ол қысқаша түсініп беріп кеткен болатын present simpleге, және де кішігірім мысалдар, болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемге қатысты. Тікелей үй жұмысын орындауға көшейік. Яғни, біз осы жерге добавить или создать деген батырманы басамыз. Көрдіңіз ғой, алдарыңызда тапсырудың 7 түрі бар, бірақ көбінесе және ең ыңғайлысы ол документы. Документы батырмасына бассақ, бізде онлайн документ ашылады. Мінекей, ашылып жатыр. Мінекей, документ ашылған болатын, бірақ ішінде ештеңе жоқ. Бұны тапсыруға болмайды. Оның ішін толтыру үшін ішіне басамыз. Мінекей, бізде документ ашылған болатын, қарапайым. Бірден осы жерден тек қана атымызды қалдырсақ, осы жерде атымызды қалдырамыз. Шрифтті таңдап, бүгінгі тақырыпта жазамыз. Яғни, біздің үй жұмысына берілген тақырып present
simple. Бұл жерде де шрифтті өзгертсек, болымды сөйлем. This мысал. Осы жерге біз мысалдарымызды тізіп жаза бастаймыз. Мінекей, кішігірім уақыт арасында біз үй жұмысымызды бітірдік. Яғни міне болымды сөйлемге 5 мысал, болымсыз сөйлемге 5 мысал және сұраулы сөйлемге 5 мысал жазған болатынбыз. Енді ары қарай не істейміз? Барлығы жақсы жазылған. Сдать батырмасын басу арқылы сіздер үй жұмысын тапсыра аласыздар. Сдать. Мінекей, сіздерден тағы да сұрайды, яғни сіз сенімдісіз бе бұл үй жұмысын тапсыруға, яғни сіздер тағы да осы жерде сдать батырмасын басасыздар. Мінекей, сіздің үй жұмысыңыздың статусы сдано, яғни сіз тапсырып тастаған болатынсыз. Яғни осы жерде кейбір өзгертулер енгіземін десеңіздер, отменить отправка батырмасын басып, сіздер жаңадан үй жұмысын тапсыра аласыздар. Личный комментарий деген сіздер осы тақырыпты одан әрі түсіну үшін мұғаліммен бірге талқылай аласыздар, немесе түсінбеген жерлерін сұрап алу үшін сұрақ қоя аласыздар. Бұл личный комментарий, бұны тек қана мұғалім оқи алады. Ал осы тапсырманың астында комментарий деген бар, ол жерге сіздер өзіңіздің пікіріңізді қалдыра аласыздар, оны барлығы көре алады. Мінекей, осымен біз алғашқы үй жұмысымызды тапсырдық. Барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.